достар, менің атым Айжан, және де бүгін менің арнамда толк влог. Яғни бұл айдарда мен сіздерге өзіме қызықты, өзіме ұнайтын бір нәрселер жайында айтып беремін, немесе өзімен болған бір қызықты жайттар жайлы баяндайтын боламын. Және де бір пайдалы кеңестер айтуға да тырысамын. Мен достар, бүгін сіздермен театр жайлы сөйлескім келіп отыр. Жалпы театр болғанда актерлік жұмыс, яғни өз-өзіңді көрсету саласымен. Егер де білсеңіздер, мен өзім сондай-ақ модельдік жұмыспен де айналысамын көп жылдар бойы. Кішкентайымнан актриса болуды армандағанмын, меніңше барлық қыздар сияқты. Сол себепті маған театрға барған өте ұнайды. Өйткені театрда бүкіл көрерменнің алдында актер шығып, яғни өзінің шеберлігін көрсетеді, өзінің табиғатын жайып салады. Және де бұл ешқандай да бір алдын ала жасалған запись емес, яғни адамның өнері тура көрерменнің алдында сомдалады. Сондай-ақ театр көңілден келе жатқан өнер болғаннан кейін, меніңше театрға келген кезде оның бір сондай бір өнерлік, бір антикалық магиясы бар. Сол себепті, егер де сіздер ешқашанда театрға бармасаңыздар, міндетті түрде барып көріңіздер. Театрға одан ары қызығып, оның яғни ішкі болмысын түсіну үшін кейбір көркем әдебиет кітаптарында оқуға болады. Мысалға, театр жайлы ең сүйікті кітабым ол Сомерсет Мэйонның «Театр» деген кітабы. Мен одан ары сіздерді қызықтыру үшін мен алдыңғы аптада барған 2 қойылым жайлы блог түсірдім, сол алдарыңызда. Алматының жаңбырлы күнінде біз театрға келдік. Драма театрға, Мұхтар Әуезов атындағы. Бүгін көптен мен көргім келіп жүрген «Қас қағым» деген метафизикалық трагедия болады. Азамат Сатыбалдының твиттерінен оқып қалғам. Ол өте жақсы пікірлер айтып сұнған, яғни өзі де сол жерде басты рөлді сомдайды. Екі апа болып келе жатырмыз. Алматының сәуірі осындай. Ұзақ кіші залға бірінші рет келіп тұрмыз. Мына жақта актерлер уже дайындық сахнаның ішінде образдарына кіріп «Қас қағым» деген өте әсерлі қойылым, және де ол жайлы артық сөз айтқаннан гөрі бір барып көру керек. Сол себепті ойларыңызда болсын. Сондай-ақ осы видеоның соңында сіздер театрға билет ұтып ала аласыздар менен. Сол себепті видеоның соңына дейін көреміз. Келесі влогта қыздар үшін театрға не киюге болатыны жайлы түсірдім. Егер де қыздарды біреу театрға шақырса, онда менің идеям сіздерге көмектесуі мүмкін. Саған серенадасы деген қойылымға маман екеуміз келіп отырмыз. Сәлем достар, сонымен сіздерге өзімнің бүгінгі театр лугымды көрсетейін. Яғни театрға неге баруға болады деген көп сұрақтар болып қалатын шығар қыздардың арасында. Театрға шалбардан гөрі әрине көбінесе көйлек, немесе мынандай юбка екіншілер киген дұрыс. Менің юбка мысалға Зарадан, ештеңесі жоқ, кішкене жабыстырылған. Меніңше бұл юбкалар енді карандаш юбка дейді. Кез келген үстінде кофтамен, кез келген жейдемен, яғни келе береді. Үстіндегі жейде де айтпақшы Зара түймелері артында орналасқан. Күн кішкене сәуір айы болғанына қарамастан, сәуірдің ортасы, сәуірдің аяғы сонда да кішкене салқындау. Сондықтан мен сыртынан мынандай қара жеңдір кидім, өте жылы, және де меніңше мына образымды толықтырып тұрған сияқты. Аксессуарлар туралы айтатын болсақ, менде мынандай сағат, алтын сағат. Бұны мен Америкадан сатып алдым, Michael Kors. Менде мынандай бір алтынша қарапайым сырға. Ал сумкам, жасыл сумка. Неліктен жасыл сумка десеңіздер, өйткені меніңше бүкіл образды, яғни қара, сұр түсті образды кішкене ашатын осы алтынды аксессуарлармен, және де жасыл сумка меніңше. Және де бұл соңы емес.
Жаңа айттым, сәуір болғанмен бізде әлі де суық, сондықтан мен жемпірімнің үстіне қайттан андай қоңыр өзімнің күзгі, көктемгі курткамды, плащымды, қалай айтады, осыны іліп алдым. Өйткені үйімізде қатты суық болғаннан кейін далада өте суық болып көрінді, сондықтан осындай образ, егер де ұнаса, лайк қойып тұрсаңыздар. Төртінші қабатында мұражай бар театрдың. Бұрында менің есімде біз Айнұр Ракишева екеуміз екпінде жұмыс жасап жүрген кезде осы мұражайға шолу жасаған. Келдік театрымызға, орындарымызға. Бізде телефондарыңызды сөндіріп қойыңыздар. 8 бен 9. Оператордың қасында отырады. Онлайн билеттермен кіргізетін болыпты. Ноу-хау драма театрда. Сыған серенадасы қойылымы да маған өте ұнады. Композитор Шамшы Қалдаятов жайлы, және де қойылымнан кейін үйге барып бірден оның бүкіл өлеңдерін жүктеп алдым. Менің киімімді көрсеткен лук видеоларын алса, онда пікір қалдырыңыздар. Өйткені маған бұндай луктар жасаған өзіме ұнайды. Егер де сіздерге де ұнайтын болса, онда осындай тәжірибені жиірек қайталауға болады. Енді актерлік жұмыс жайлы сөйлесетін болса, осыдан бірер апта бұрын мен инстаграмыма отандық бір телесериалда келіннің рөлін сомдаймын деп фото салған. Кішігірім эпизодтық роль болғанымен, бұл тәжірибе маған түсіру алаңы жайлы көбірек ақпарат берді. Өйткені бұған дейін мен модельдік жұмыс барысымен тек қана кішігірім, яғни жарнамалық роликтерде түскен болатынмын. Ал фильмде, сериалды, яғни қалай түсіретіні жайлы білмедім. Түсіру алаңында жүру, актерлердің бір-бірімен әзілдесуі, бір-бірімен қарым-қатынасы, яғни кішігірім жанұя ретінде олардың барлығы, яғни қоғамнан ада, яғни сол бір түсіру алаңына, яғни еніп кетеді. Сол атмосферада бәрі жүреді. Драма театрдың актерлері де, Гүлшат Ахметова, Бақтияр Қожа сияқты актерлер маған өздерінің тәжірибелерімен бөлісті. Яғни отырған кезде өздері маған тез-тез үйретіп жібереді. Яғни сондай кішігірім моменттер маған, яғни актерлік шеберлік жайып көп нәрсе айтты. Келін рөлі мен үшін өте қиын рөлдердің бірі болды, және де ең бастысы сіздерге рахмет, менің ата-анама рахмет. Себепті егер сіздің өмір бойғы арманыңыз ол актер болу болса, онда міндетті түрде барыңыздар. Ең болмаса кастингтерге барып көріңіздер, яғни түсіру алаңы қандай болатынын көріңіздер. Кім біледі, мүмкін ол мүлде сіздік емес шығар. Кім біледі, мүмкін сіздер Оскар жүлдесін иеленген ең алғашқы қазақ болатын шығарсыздар. Видеоның астына мен сіздерге өзімнің қандай агенттіктерде тіркелгенім жайлы және де Алматы қаласындағы жақсы модельдік агенттіктер жайлы ақпараттың барлығын астына қалдыратын боламын. Бұл сайыстың бәйгесіне мен сіздерге Әуезов атындағы драма театрға 2 билет ұсынатын боламын. 3 шарт орындасаңыздар болғаны. Оның біріншісі менің арнама жазылуларыңыз керек, екіншісі осы видеоға лайк басуларыңыз керек, және де үшіншісі пікірлерде, егер де театрға барсаңыздар, театр жалпы сіздерге несімен ұнайды, және де ең сүйікті қойылымдарыңызды жазсаңыздар. Егер де театрға мүлде бармасаңыз, онда сүйікті фильміңіз жайлы жазсаңыз болғаны. Әуезов атындағы драма театрға билетті онлайн KZ сайтынан сатып алуға болады. Сол себепті жеңімпазды анықтағанда мен сол жақтан 2 билетті сіздердің почталарыңызға жіберетін боламын. Сонымен сайысқа қатысыңыздар, билет алдыңғы қатардан болады. Сол себепті театрға өздеріңіздің қыздарыңызды, жігіттеріңізді шақырыңыздар, достарыңызбен барыңыздар, немесе мен сияқты мамаларыңызды алып барыңыздар. Келесі кездескенше. Сәлем достар, менің атым Айжан. Және де бүгін менің бұл сайыста мен сіздерге театрға 2 билет ұтатқызатын боламын.
қойылымды влог бұл Оскарды маған осы жеңісті ұтып алуға талпындырған бір адамға арнаймын. Лео, бұл жеңіс саған.